Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге двойной капюшонды қалай жылдам тігуге болатынын көрсететін боламын. Ең оңай жолы. Біз осындай дайын выкройкамен сызып алуға да болады. Не болмаса, менің видеомның соңында капюшонның выкройкасын қалай жасау керек екен видеосы бар. Мен сілтемесін астына қалдырамын. Сол бойынша кез келген өлшемге өздеріңіз осындай капюшонның лекаласын жасап алсаңыздар болады. Енді капюшонымызды негізгі матадан, яғни мынау бізде футер двухнитка, сіздер трех ниткадан, әртүрлі матадан тіксеңіздер болады. Осы екі бөлігін біріне бетпе-бет келтіріп, яғни лицевая сторона ішінде болады. Осылай екі бүктелген матаға 4 деталь осылай қиып аламыз, 4-еу. Сіздер негізгі екі бөлігін басқа матадан жасасаңыздар да болады. Мысалы, астарын ішкі бөлігін басқа матадан жасап, екі бөлігін негізгі матадан жасасаңыздар болады. Мен екеуінде осылай негізгі матаның өзінен жасап отырмын. Бұл менде футер двухнитка. Міне осылай ішкі бетіне қаратып, негізгі бөлігін осылай ине қадап аламыз. Екі бөлігіне де және осы жерді түзу тігіспен жүргізіп өтеміз. Екеуін бірдей солай жүргізіп өтеміз. Достар, мына жерде міндетті түрде тігіске 1 сантиметр беріп тігеміз. Соны ұмытпаңыздар. Тігіп болғаннан кейін, мына жаңағы қайырған 1 сантиметр тігісімізді осылай оң бетіне қаратып, жақсылап үтікпен басып шығамыз. Айналдыра бүкіл тігісімізді осылай үтікпен әдемілеп басып шығамыз. Екі бөлігінде солай жасаймыз. Көрдіңіздер ме? Өзіміздің жаңа берген 1 сантиметр тігісімізді осылай үтікпен жақсылап басып шығамыз. Осылай үтікпен басып алғаннан кейін, сырт жақ болатын бетін, мысалы, капюшонның мынау сырт жағы болады, анау іш жағы болады. Осы бетін бұлай оңға айналдырып, мына тігісіңізді, мысалы, жаңағы 1 сантиметр оң бетіне айналдырып, мына сыртқы бетінен осылай екі жағынан 0,1 сантиметр жүргізіп шықсаңыздар болады, әдемілік үшін, мына сыртына. Сонда мына жерде тігістері бәрі әдемі көрініп тұратын. Енді қараңыздар, мен әдемілеп осындай тігіс жүргізіп алдым. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шығады. Сонда капюшонның сырты осындай әдемі болып көрінетін болады. Ішкі бөлігіне олай жасамасаңыздар да болады. Енді екі капюшонымызды бір-біріне біріктіреміз. Ол үшін мына беткі жағына, мына екінші капюшонымыздың беткі жағымен екеуін бір-біріне беттестіреміз. Екі лицевая сторонаны бір-бірімен осылай беттестіреміз. Міне, мына жерде бізде бағанағы 1 сантиметр тігісіміз бар. Осы екеуін тура тігіспен тігісті осылай біріктіріп, осылай жандарының барлығын екі шетін инемен қадап аламыз. Мына астыңғы бөлігін қадамайсыздар, екі жанын ғана инемен қадап аламыз. Міне, мына жағын, мына жағын. Тураны төбесі маңдайы жағынан бастаймыз. Тігістерін бәрін осы беттестіріп, бір-біріне келтіріп аламыз. Содан бастап былай қарай ине қадауды бастаймыз. Айналдыра қадап шығамыз екі жағын. Міне мен осылай ине қадап алдым. Қараңыздар, капюшонға не двойной. Қазір осы жерден бастап, осылай айналдыра ине қадаған жерімнің барлығын тігіп шығам. Осылайынан. Мына артқы тігістің тікпейсіздер, бұл жерден оң бетіне аударамыз. Тек қана осылай екі жанын тігіп шығамыз. Көрдіңіздер ме? Міне ине қадалып тұрған жерді ғана тігесіздер. Осылайынан. Міне достар, қараңыздар, капюшонымыз дайын. Іші де сырты да осындай әдемі, бәрі тігілген аккуратно. Артын қараңыздар, қандай әдемі.
екен деп осылай адамның басында өте әдемі болып тұрады. Міне қараңыздар, осындай әдемі капюшонымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.